Сәлем достар, сіздермен Алмагүл. Бүгін сіздермен корейский сәбіз салатын жасайтын боламыз. Дәмі өте керемет, мен өзім сүйіп, жақсы көріп жейтін салаттарымның бірі. Достар, алдымен менің арнама подписация жасап, қоңырауша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Бізге керекті осындай сәбіздерімізді жақсылап жуып, тазалап алып, оны тюрканың көмегімен дәл осылай етіп өткізіп аламыз. Енді осы сәбізіміздің үстінен чесногымызды 3-4 дана чесногымызды осылайша терканың көмегімен өткізіп аламыз достар. Оның үстінен сосын универсал приправамызды, қызыл бұрышымызды салып алатын боламыз. Және де дәл осындай китайский солімізді қолданамыз. Осы китайский соль де дәміне қарай саласыздар достар. Өте қарапайым үйдегі бар дәмдеуіштермен жасалатын чимчидің бірі достар. Өте дәмі керемет, мен өзім жақсы көріп жасаймын осы салатты. Дәл осылай етіп китайский солімізді салып, сосын қарапайым тұзымызды салатын боламыз. Барлығын дәміне қарай саласыздар достар, істеген сәбіздеріңізге қарай. Және осылай үстінен сұйық майымызды құйып, қолымыздың көмегімен жақсылап араластырып алатын боламыз. Өте дәмі керемет болып шығады. Үйде чимчим болмаса, осылай приправалармен жасасаңыздар болады достар. Міне менің морковча салатым, яғни корейский сәбіз салатым дайын болды. Өте дәмі ерекше болып, балаларыма өте қатты ұнады достар. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Менің арнама подписация жасап, қоңырауша белгісін басып, менің қазақша контентінің дамуына үлес қоса кетіңіздер достар. Менің видеом ұнаған болса, лайк басып және өз ойларыңызды қалдырып, алдағы уақытта менен қандай рецепттер күтетіндеріңізді комментарий бөліміне жазып кетсеңіздер болады. Сіздермен бірге болған Алмагүл.